келгендеріңізге көп рахметімді айтқым келеді. Бүгін сіздердің біздің қуанышымызды бөліскендеріңізге, біздің әжемізді, бізді сыйлап келгендеріңізге көп рахмет. Енді көбісі таңғалып жатады ғой, ойбай, енем андай, енем мынандай деп, мен осы пікірге қарсы шыққым келеді. Мен енді осы уақытқа дейін, Алла көріп тұр, бірде-бір келші ортаға, бірде-бір осы уақытқа дейін бір сөзге келіп, немесе бір-бірімізді ренжіткен уақыт болған емес. Әні. Иә. 24-ті жет тойлады деген бар ғой, бала шағамды қарасып, көмектесіп, мен жұмыс істеп жүргенім де осы кісінің арқасында. Сөйлейсің бе, қызым? Көп рахмет, деніңіз сау болсын. Бүгін келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дәл осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Әрқайсыларыңыздың тойларыңызды дәл осындай шапқылап жүру бұйырсын. Біздің осындай, мен бұл үйдің қызы болып кеттім негізі. Қазір енді көбісі түсінбей отырған шығар, не болып жатыр деп. Көкелеріңіз жүрген сұрақтарға үйге барғаннан кейін өздеріңіз ойланарсыздар. Ең бастысы, мен сізді жақсы көрем, құрметтеймін, орныңыз шексіз, өзіңіз білесіз. Аман болыңыз. Өзімнің әр тойымда айтам, анам болған кезде, әкем болғанда өте тұратын еді деп. Өзімнің анама орындай алмаған әнді сізге және де осында отырған ақжаулықты аналардың құрметіне арнағым келіп тұр. Ана әнді қабыл алыңыз.